Саламатсыңдар балалар. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Ортаға шығамыз. Және күндіз және таңғы қызыл бөлінеді. Ал қанекей балалар, тақтаға қараймыз. Тақтада қандай сурет көріп тұрсыздар? Бұл кісілер кімдер? Орнымыздан тұрамыз кім? Әмір Қашаубаев Домбырада шебер орындаушы, ал Қажымұқан Мұңайтбасов әйгілі қазақ балуаны және цирк әртісі. Жарайды, отырамыз. Ашамыз бүгінгі тақырыпты. Балалар, дәптерді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз тақтаға. 14-ті, сәуірдің 14-ті, 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы қазақ өнерінің дамуы. Әмір Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтбасұлының қазақ халқының әлемге тануға рөлін баға беру, қазақ зиялылары шығармашылығымен мұрасын талдау және қоғамдық санаға тигізетін әсерін баға беру. Таныстық па мақсатымен? Таныстық. Келесі құндылықтары. Осы сабақта қандай құндылықтармен танысу керекпіз? Нұржан, оқимыз. Өзгенің еңбегін құрметтеу, патриотизм, ұлттық сана сезім және ынтымақтастық. Құндылықтармен өзге еңбектермен құрметтеу, патриотизм және ұлттық сана сезімі және ынтымақтасу. Осы құндылықтарды 3 топ бесейміз, сақтаймыз. Түсінікті ғой? Отырамыз орнымызға. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстық па? Бүгінгі сабақтың тақырыбымен видеороликпен танысамыз. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнерінің дамуы қандай деңгейде болды? Қазақ музыкасы мен театр өнері жайлы не білесің? Бұрын қазақта болмаған бейнелеу өнері қалай дамыды? 20 ғасырда бүкіл әлемге танылған кино өнері қазақ мәдениетіне қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап іздейді. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ өнерінің дамуы тамаша және салауатты Сударай, Қараторғай, Қызыл бидай, Үш бидай әндерін орындады. Бейнероликпен таныстық қой? Көрдік, таныстық. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Постер қорғаймыз. Әр топқа өзінің берілетін тапсырмасы бар. Сол тапсырма арқылы постерге жазып өз жұмысымызды қорғаймыз. Түсінікті ғой? Аламыз. Ал сіздерге берілетін уақыт 2 минут. 2 минутта жылдам жазып қорғап шығамыз. Түсінікті ғой? Балалар, жұмысымызды аяқтадық па? Болдық қой бәріміз. Енді қай топ дайын? Ортаға шығамыз. Бейнелеу өнері және оның қайраткерлері Назаров, Ағайынды Қасымовтар, Исмайылов. Шекпеков және қазақ бірінші суретшісі Әбілжан Тастиев, Таңсықбаев. Бұл жерде бізде тақырып бейнелеу өнері және оның қайраткерлері. Назаров және Исмайылов, Шекпеков, және Ағайынды Қожықовтар, бұлар республикада алғашқы суретшілер. Ал Таңсықбаев ол талантты кескіндемеші. Ал Әбілжан Тастиев бірінші суретші. Ол 1924 жылы Мәскеуде кескіндеме шеберлігінде оқыды. Ал оның алым жинаушы молда құрғақшылық кезіндегі дұға ету, кәрі байдың құдалығы және тағы да басқа пейзаждарды салған. Таныстық. Білдік қой. Отырамыз орнымызға. Енді келесі тақтаға қараймыз. Мәтінмен жұмыс. Қазақ зиялыларының қоғамдық өнер қызметі. Бұл тарихи тұлға. Бұл салыстырамыз екі адамды. Кімді салыстырамыз бұл жерде? Енді сіздерге орталарыңызға тастаймыз. Осы екі кісі салыстыра отырып, кітап арқылы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Құрметті оқушылар, алдыларыңызда бағалау парағы бар ғой? Соны бағалауды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі мәтінмен жұмысқа кім дайын? Айсана, шығамыз. Әмір Қашаубаевтың туған жері Шығыс Қазақстан облысы, Қайдар ауылы,
басқа шығармалары бар. Ол 1925 жылы Парижде болды, 1927 жылы Германияда қызмет атқарды. Жүргізген саяси қызметі әнші, домбырашы, ақын болған. Қажымұқан Мұңайтпасұлы 7 сәуір күні 1871 жылы Қараөткел Ақмола облысында дүниеге келген. Оның шығармалары жеңістерінде орын алып отырған. Қызмет атқарған орны тұңғыш кәсіпқой палуан, цирк әртісі ретінде қызмет атқарған. Жүргізген саяси қызметі әйгілі палуан, француз күресінде әлем чемпионатын жеңген. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Таныстық па? Кіммен таныстық бүгін сабақта? Енді алдымызда бағалау парағы тұр ғой. Ал енді әркім өз-өзін бағалап шығады. Бағалаймыз. Бірден бастап 10-дық бағалау. Нұржан. Мен өзіме 9 балл қойдым. Себебі мен постер қорғадым және мәтіндегі жұмыс тапсырмасын белсенді ат салыстым деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып түсінікті ме сізге? Түсінікті. Жарайды, отыра ғой. Орныңызға келесі. Дәулет. Мен өзіме бүгін 8 балл қойдым, яғни 80%. Мен бүгінгі тақырыпта Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлын таныдым, өмірмен таныстым, бірақ өздерінің жүргізген саяси қызметін сәл түсінбедім. Жарайды, түсінікті отырамыз. Келесі, Ерлан. Мен бүгін өзіме 7 балл қойдым. Өйткені мен постерменен мәтіндік жұмысқа онша белсенді қатыса алмадым. Бірақ Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлы кішкене түсіндім. Бүгінгі сабақ өте түсінікті өтті. Енді бүгінгі сабақ түсінікті ғой. Енді түсінікті болу үшін кері байланыста стикер арқылы біз алма ағашына не істейміз? Өз ойларымызды жазып. Алма ағашына ұстамыз. Кері байланыс. Бүгінгі топпен не үйренді, маған не қиын болды, нені күрделі болды. Асықпаймыз. Балалар, енді бері қараймыз. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ғой. Енді үй жұмысын ашамыз. Үй жұмысына дәптерге күнделікті ашамыз. Үйге тапсырма, тарихи тұлға тақырыбында эссе жазу. Дәптерге ашып аламыз да, жазып аламыз үйге берген тапсырманы. Тарихи тұлға тақырыбында эссе жазу. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.